Ассаламу алейкум. Сіздермен бірге ауылдың жігіті Жаныбек, 8 қырлы, 1 сырлы. Бүгінгі бір күнделікті өзекті мәселелердің бірі газ қазандығы неге қатты ысытпайды, немесе температурасы мысалы белгі бір неден артық көтерілмейді. Бізде міне луч үйде газ қазандығы 14 киловатт, яғни 120 метр квадратқа арналған, 120 шаршы үйдің. Бұл кешегі аяздарда үйді қатты жылыталмай қалып тұр. Яғни термометрге келгенде қазір бүгін күн жылы, енді 70 градустан асыра алмады. 70 градустан асыра алмады. Үйдің жалпы 7 радиатор бар. Қазір көрсетем. Жалпы осындай 7 радиатор бар. 70 секция болады. Әр секциясы 1 квадрат шаршыға кетеді. Сол кезде бұдан жылу тарайтын жылу 70 квадратқа кетеді, 70 шаршы. Және де жылы еден бар 30 шаршы, 30 квадратқа. Сонымен барлығы 100 квадрат болып есептеледі. 100 квадрат болып есептеліп тұр. Бұл қазандық 120-ға арналған, яғни насос жана. Соның өзінде яғни жылыта алмайды, яғни қажетті жылуды бере алмай тұр. Қазір неде тұр? 4-ші белгіде тұр, 4-ші жылдамдық деймі. 60 градус өтті, яғни 5-70 градус, 6-7-ді 70 градустан көтерілмейді. Және бұлар өзінің берілген режимін орындалмағандықтан сөнбестен жанып тұра береді. Негізі 6-да 80 градус қарып, 7-де 90 градус қару керекті. 90 градус ыстық бергеннен кейін бұл өз автомат түрде сөніп тұр. Сөніп түсіп 10-15 градусқа түседі, қайтып қосылып, сөніп қосылып тұру керек дейді, ол газ үнемделеді. Ал бұл өзіне берілген режимді орындалмай, мысалы 6-да 80 градус болу керек па, ол 70 градус тұрады, жанып тұра береді. 7-ге ғой, 7-де сол 90 градусқа жеткізе алмайды, ол жанып тұра береді. Сөйтіп не газ шығындалуда. Бұл луч газ қазандығы Ресей мемлекетінен шығады. Бұны енді не істейміз деген мәселе туындайды. Бұның мәселесін қалай шешеміз? Не керек? Мынау кітапшасы. Кітапшасын оқып, ақтарып, осының ішінде мынандай нәрсе бар екен. Яғни мына нәрсе не дейді? Настройка пламени запальной горелки дейді, яғни горелка дейтін қазан ошағы. Осыны бізге реттеу керек. Яғни бұл жерде екі нәрсе бар. Бірі фитильге кетеді, екінші не дейді, жалпы негізгі қазандыққа кететін газ тұрған дейсі, трубкілер бар. Солардың жаңа нелер бар екен, крайниктер бар екен, бұрандалар. Сол крайниктер зауытта шыққан кезде барынша ең азында тұрады екен. Сол қысымды реттеп ашып берсе, ашсаң сол реттеледі екен. Қазір біз сол нәрсені қарап реттейміз. Ол үшін құралдар керек. Мынандай не көріп тұрғандай, мына жерде не бар? Шуруп бар. Жалғыз шуруп. Осы шурупты ақтамыз. Ақтып, мына бетіндегі не қорапшасы шешіліп алыну керек. Сол кезде ішіндегі схемасын көреміз. Бисмилля. Көргендерінде фитильдің жағатын тоғы.
схемада көрсеткендей міне ал жаңа фитильдің қысымын реттейді, міне көрдің трубка қоя тұрайық. Трубка шығады, мына фитильдікі. Фитиль түсіндірейін, қазір түсіндірейін. Сөндірген кезде міне фитиль жанып тұр, фитиль сөнбейді. Яғни бұл жартылай автоматты қазандық, фитиль сөнбейді. Фитильдің трубкасы мынау фитильдің баптайтын жері. Қателесіп кетпеңдер. Бізге керегі мынау негізі қазандыққа баратын газ жіберетін тұрған. Осын крайнегіне. Осын бізді реттеу керек. Шамал қысымды көбейту керек. Осын қайтып іске қосамыз. Өртке қоса жанып тұр. Қалай жанып тұрған қараңыздар. Жанып тұр. Қазір айырмашылықты көрсетемін сіздерге. Ол міне қысымды реттеу. Егер сағат бойымен бұрасақ, сағат бойымен тіреліп тұр, яғни бұл барынша жауық тұр, яғни ең төменде тұр. Сағатқа кері, яғни солға қарай, онdan sonra бұл ашамыз, қысымды ашамыз. Яғни айналдырғанда бүйтіп, бұлай бірінші жарты оборотпен айналдырамыз. Жарты оборот көп емес, сосын бір оборот. Яғни жарты айналым, бір айналым. Қазір мен айналдырамын, қарап тұрайық. Қалай іске қосылатын. Жарты айналымда қаншалықты газ көтеріледі. Бисмилля. Жарты айналым қосылды. Қайтып кері жабам. Басып қалсын, байқаңыздар ма? Басып тұр. Жарты айналым ашам. Қосында. Осы жарты оборот жарайды. Жарттан көп кетсе. Енді яғни баптау. Енді есі келеді. Айналдырдық. Енді шамал зерттеу ретінде сәл қосып көреді. Бисмилля. Жалпы түсінікті болса, бұл тек лучқа қатысты, бірақ тағыдан басқа котелдар бар. Схемасын қарайсыңдар, мына келіп тұрған несін қарайсыңдар. Кейбіреулерінде мына жанында болады, бұрайтындар. Яғни газ ашып заводта байқағанымыздай барынша қысып тастайды екен. Қысым пешке келетін қысым қысып тастайды, содан дұрыс реттелмейді. Мынау луч маған өзіме онша ұнаған жоқ. Юнкер дейтін бар, сол жақсы дейді. Юнкердің несі ошағы қазандығы чугуннан жасалған, қапталмайды. Сосын біз өзіміздің отандық өнім, қазақстандық келет дейтін бар, ол да өте жақсы. Бірақ келеттің ішкі жұмыс несі басқа, оларда форсункілері басқа, бұл ішінде тұрмайды. Форсункілері осы жерден қосылған кезде бір кішігірім жарыс болғандай гөмпірт етіп қосылады. Келетке соның модернизация жасау керек. Яғни дыбыссыз болу керек барынша осылай. Енді міне 4-ші жылдамдықта тұрып тексереміз. 4-те тұрып қанша 4 негізі 60 градустан аспайды. Қараймыз қаншаға дейін баратынын. Міне байқағанымыздай 60-тан асты, 65-ке қарай кетті. Енді тағы да бір сынақ жасаймыз. Барынша 7-ге қоямыз. 7 бізге қаншаға дейін апаратын байқайық. Не көріп тұрғаныңыздардай
80 градусқа жетті. Ахамны қаласа 90-ға бару керек. Егерде бұл видео сізге пайдалы болса, лайк басамыз, каналға тіркелеміз, жазыламыз. Және достарымызбен бөлісеміз міндетті түрде. Және комментарий қалдырамыз. Тағы да қандай нұсқалар бар, варианттар бар, кім не айтады, білгендерің, оқығандарың болса, жазып қалдырып кетейік. Сендермен болған ауылдың жігіті Жәнібек, 8 қырлы бір сырлы.